болмап дейді. Мен айтамын, Елмира екеуміз сазайын бересің. Күнгі 11-ге дейін Қоймай десеңші. қоймай, тоқта десін, тоқтамай. Атмен жасаймыз деп. Билетін атмен қылып жүрміз. Соны айтып отырмын ғой, бір армандаушы едім деймін де, өзі орайы келіп қалды да бүгін. Вообще жоспарсыз, ойсыз келе салды. Бармағын баспаған. Анаған соғамыз, біз Елмира апай мына жақта сіңілім тұратын еді деп, оның үйіне соғамыз. Ана жаназадан шығып бірде мына жаққа келмейді дегеніміз осы Елмира апай магазинге соқты. Традиция бойынша магазинге соқты бірінші. Неге Елмира апайдың алғады сіңілісіне соқты. Одан бір анау селікте бері қарай шығып мына жаққа келдік. Одан жаңағы Талдыбұлаққа кіре берісте Ардақ Балажанова деген әнші бар, курстасымыз. Оның әке-шешесі тұрады, оның үйіне кіріп Айгүл Шош үйіне кіріп әке-шесінің атын айтады. Ай, Бәділхан мен Сәбира не осы ма деп. Анасы шошып ет бұзып жатыр екен пышақпен алып деп. Студент кезде талай рет барған ғой енді үйіне. Сөйтіп кіріп барып, как раз Ардақта келіпті. Бүгін Мұқағали Мақатаевтың дворецкийде концерт екен ғой. Сол концертке қатысам деп, ол да бөлмеден атып шыққан ғой. Шошып кеткен Айгүл дауыс. Ол неповторимый ғой дауысы шыққан. Бұл аяқтан өліп шығып, мен білемін оны дейінші. Содан кіріп барғанда шошып. Айтам ғой, Бағлан айтады, мен өліп барсам, мына жерде Ардақтың мамасы мен папасы тұрады дейді. Бұрыл деп айттым дедім. Бұрыл деп қылағанар дейді, бұрыл дейді. До конца тупикқа дейін барып. Сосын соқпаған үйіміз бар, жарты күннің ішінде бір талай жерге соқтық. Сөйтіп үкілі ұрайдың әні бар, аралап талай жердің дәмін таттым деп, осындай кезде айтқан екен. Аралап талай жердің дәмін таттым болды ғой бүгін. Еще Елмира апай жаңа